Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін барлық ингредиенттерді араластырып дайындай салатын өте оңай тәтті колбаса дайындаймыз. Бұған ешқандай печканың да, бір қымбат заттың да қажеті жоқ. Барлығы қолжетімді заттардан жасалады. Ең алдымен сары майды ерітіп аламыз. Үстіне сгущенканы саламыз. Сүт құямыз. Және какао. Осыларды жақсылап араластырамыз. Мына жерде лопатка күші жеткен жоқ, сондықтан венчикпен араластырған дұрыс. Өйткені какаоның комочектары қалып қалуы мүмкін. Енді осының үстіне майдаланған грек жаңғағын саламыз, бірақ оны салмасаңыздар да болады, міндетті емес. Содан кейін осындай Султан фирмасының Petit Pur деген печеньесі бар. Соны осылай қолымызбен үгітіп саламыз. Бұл андай бір жұмсақ андай воздушный печенье болғандан кейін тез үгітіледі. Сондықтан қолмен үгітіп сала береміз. Бірақ бұл печеньенің какао қосылған түрі де бар, бірақ осы ағымен әдемі болатын сияқты, өйткені колбасаны кескен кезде жаңағы разрезі әдемі болып тұрады. Осылай барлық печеньені салып болып, однородный масса болғанша араластырамыз. Енді дайын болған массамызды осылай пищевая фольганы ашып аламыз. Не болмаса кәдімгі пакетке де салсаңыздар болады. Сөйтіп осыған салып шығамыз да, пищевая фольганың шеттерін жақсылап жауып, колбаса формасын береміз. Осылай формасын келтіріп болғаннан кейін кемінде 2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Содан кейін уже алып, қатқаннан кейін, формасын жақсы ұстағаннан кейін уже кесіп жей беруге болады. Разрезі өте әдемі көрінеді. Бөлме температурасында тұрғаннан кейін кішкене жұмсарып, одан да күшті ауызда еритін тәтті болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.